Kuyov balаңыз осындай өнерлі. Жақсы екен, күйеу бала жақсы екен, домбыра жақсы деген. Енді мынау қымызды ішіп арнайы асқа арғау бойға тарғау болсын деп мен сіздерге көңіл күйіңізді көтерейін құданың деп анекдот айтып берейін. Анекдот, ой, анекдот. Құда, бір баяғыда Талас өзенінің бойында бір жігіт тұрыпты. Сонымен үйінен лимон алып шықты, өзенге тастап. Сөйтсе өзеннің үстіне бірдеңе шығып, уақыт қызып жеп қойған ғой. Бірінші күн. Ол не болды дегенде екінші күн 2 лимон тастайды. Екеуінде уақыт қызып жеп қояды. Үшінші күні 3 лимон тастайды. Үшеуінде уақыт қызып жеп қояды дейді. Бас кел, ас кел. Аумен қылайын ба? Аумен. Бата бер. Осын жаттап алу керек еді. Бір лимон жаттап алу. Сонымен төртінші күн 4 лимон тастайды дейді. Мен алдым. Оны уақыт қызып жеп қояды дейді. Сорпасы бар, сорпасы. 6-шы күні құда 6 лимон тастайды дейді. Пышақ алып келші, пышақ. Пышақ беріңіздер шынақа. Пышақ беріңіздер. Сонымен Қойдың басы құданың асы деген. 7-ші күні салфетка беріңіздер шынақа, салфетка. Қойдың басы солған. 8-ші күні 8 лимон тастайды. 9-ші күні 9 лимон. Салфетка ма? Салфетка беріңдер шынақа бол. 10-ші күні 10 лимон тастайды. Уақыт кеше күннен күнге көбейте береді. Күннен күнге көбейте береді. Күннен күнге көбейте береді дейін. Әке бере. Тыңдамайсың. Тыңдап отырып қат. Анекдот айтып жатырмын ғой мен. Естіп ғой. Не дедім ал? Не дедім? Гауһар пышақ алып келіңдер. Отыр. Не дедім ал? Кекерге тыңдап отырмыз. Бұл бала анекдот бастады. Бір бала шығып Талас өзеніне лимон тастайды да, лимон. Бірнеге уақыт жеп қояды. Екінші күн тағы тастайды. Уақыт жеп қояды. Қорқпаңыз. Үшінші күні уақыт. 10 күні 10 лимон тастайды. Сонымен бір кісі ұстап алады, ей бала, сен күніге лимон тастап жүрсің, бірдеңе уақыт кізіп жеп қояды. Тыңдасай, уақыт кізіп жеп қояды. Немене ол, шыныңды айт дейді, ана бала айтады дейді. Не екенін білмей, бірақ не болса да лимонды жаман жейткен деп айтады дейді да. Қайда кеттің? Пышақ алып келейін, құдайға отырады.